Ай сұлулулулу фан. Не үшін келді Қылышбек? Шықса жүр бар, морожен жеп қайтайық та. Алмай қой маған морожен. Мен өзім-ақ морожен сатып алам. Өзімде де ақша бар. Өзімде жұмыс жасай алам, түсіндің ба? Қызылордадан қонақтар келді ма? Давай онда ертең келем. Тоқта Қылышбек, қара. Сен анау кім емессің ба? Анау әйелдер мен еркектердің құқығы бір деп айтатын кімдер еді ана аттары? Дурасың ғой сен, дура, точно, дура. Сен мен оскорбить ете алмайсың, түсіндің ба? Біз бірдей тұлғамыз. Сен де үйдің жарты шаруасын істеу керексің, түсіндің ба? Серьезно ма? Давай онда бүйтеміз. Бензиннің жарты ақшасын сен төле, ана ресторандағы счеттің жарты ақшасын сен төле, ана киім, педикюр, сидикюрдің ақшасын сен төле. Қалжың деді ғой Қылышбек. Қалжың ғой де, сен ғой үйдің отағасы. Жүр кір, мен саған пирог жасап берем. Бәсе сөйтсе. Бірақ тамақ ішіп болғаннан кейін сияқты өзің жуасың. Біле берсең бар ғой, мен пирогты өзім пісіре алам, мен өзім қыдыра алам. Неге білесің ба? Өйткені мен еркекпін. Давай.